Барлықтарыңызға әрине сәлем достар. Бүгін бізде сериал болатын болады. Ол сериал барлығы мектептен басталатын болады. Мектепте жеттім-ау құрсын. Кеттік. Бүгін новенький болып шаршап кеттім. Сәлем. Мен жаңадан келдім. Сәлем. Қазір мен өзімді істеп алайын. Жүр, саған мектепті көрсетем. Мектепті таныстырайын. Дайын бол. Сендердің мектептерің өте әдемі екен. Мектеп әдемі екен. Мен өзім кішкене тамақ жеп алайын. Қарным өте қатты ашып кетті. Салқын нәрсе жегім келіп тұр. Міне, мынау біздің асханамыз. Вау, өте әдемі екен. Мына жерде қалаған затыңызды жеуге болады. Мен өзіме кока-кола аламын. Өте дәмді екен. Кеттік. Апай. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба, апай? Өте жақсы мектеп екен. Білімдері күшті екен. Маған өте қатты ұнады. Аттарың кім? Менің атым Ами. Жарайды, отыра бер. Так, математика сабағын бастай берейік. Жарайды, апай. Жақсы, апай. Кітаптарын мен дәптерлеріңді ашыңдар. Дәптерге жазыңдар. 21 сәуір числоларын барлығын жазып алыңдар. Жарайды, апай. Апай, жазып болдым. Жарайсыңдар, балалар. Енді қазір мен тақтаға есептерді қойып алайын. Жақсы, апай. Жарайды. Кім сабақ айтады? Апай, мен айтсам бола ма? Мен дайын емеспін дегенді айтпаңдар. Апай, мен айтайыншы. Апай, мен. Апай. Бекс, шық. Ура. Бекс, кетші бар. Нервматив. Жарайсың, Бекс. Отыра қой орныма. Жақсы, апай, рахмет. Осы Бекс маған үнемі кедергі келтіреді. Бексұлтанды мен құрып, оған ответка беруім керек. Қандай беруім керек екен? Ертең оған рассказать беретін болады. Пранк жасайым. Амина, шық. Так. Қазір, апай. Апай, не істеймін? Қоңырау, кез сабақ қазақты. Мен сабақ айтым керек еді. Кетші бар. Әдей итеріп кетті. Өзіне сауап. Не вкөтші. Қазақ тіл сабағын алайын. Так, и тапсырмасы осымен еді. Так. Түсіндім. Жарайды. Үстіне барып, істеп қайтайын. Так. Алманы алайын.
Так, Бексқа не істеуге болады деп ойлайсыңдар? Давай, менде бір идея бар. Ой, деп қойдың ба? Я келдім. Не болды? Жоқ, ештеңе. Достар, короче, план идея зор. Бірақ ол идеяны не істейміз? Қалай істеуге болады? Қандай идея? Так. Бексқа. Так. Давай, Бекс, ана мені ұрды деп оған шалып жазайық. Кеттік. Апай, маған Бексұлтан қоңыраудай тиісті, оған жауап тастаймын директорге. Апай, Бекс Бергел. Апана, Бекс кетті. Менің идеям жүзеге асты. Барлығы жақсы болады. Күшті кетті. Барлығы жақсы болады. Ребята, менің идеям күшті болса, өздеріңіз қарап көріңіз. Бексұлтан мені орнымды тартып алмақшы болды. Мен бұрынғы мектебімде үздік болғаным. Енді осы мектепті өзім ашып салады бұл. Мынаны қараңыздар. Апай жүр, қызды ұрдың ба? Жоқ, апай, айтыңыз. Қазақтың ма? Оппана. Еба, пранк, жестко. Өзін маған ұрды деп айтты. Давай айтып қуанады. Амина, кешірші мені. Достар, бұл маған жаңылады. Қыздар оға болмайды ғой дейді. Еба, кешіріңіз апай. Еба, өтірік нәрсе бұндай олар екен білмедім. Даже Бексұлтан шындығын айтпай тұр ғой. Бұл Аминаның ойы болған. Так, қайтамыз. Ертең сабақ 2-де. Жақсы апай. Сау болыңыз. Түсте, кетші Бекс. Не көр мені жауып жасап маған. Өзім білем. Манус, Аминаға. Мисс Амиге. Мисс Амиге кітапханада отыру өте қатты ұнайды. Тыныштықпен өз қиялындағы кітаптар оқыған қатты ұнайды. Осылай кітаптар жалды отқан оған тыныштық болып сезіледі. Бұл мен ұзақ отырған секілдімін. Менің осы кітаптар гаджетім боламын. Ертең сынып мектепте отырып оқитын боламын. Ал енді мен үйге қайтайын. Так, шаршап келдім ғой. Өте қатты шаршап кеттім. Сразу ұйқым келіп тұр. Ұйықтаман. Әшейін сән ғой. Сабақ өте жаман болды. Кім деп қалды? Кім бұл? Сен не үшін келдің? Не келдің, Амина? Ау. Дала ашасың ба?
То не керек саған? Тез айт, әйтпесе мен ішке кіріп кетемін, есікті кілттеп аламын. Әйтпесе полиция шақыратын боламын. Бол. Тез әйтпесе полиция шақырамын. Бағашасың ба? Жарайды. Не болды? Сонымен не болды? Атыңнан жүр. Не үшін? Сөйлеме. Не болды? Қайда? Қайда? Істейміз бұл жерде. Не істейміз? Мына жерге қалай түсінбедім. Короче, не үшін мені шақырдың? Ай, аяғым. Тупиять. Жүз тезіңді. Бір аяғың жоқ, енді екінші аяғың жоғалтып жатсың ба сен? Аяғым. Қолың кіргітпес ана аяғымды пышаққа. Я. Вообще сөйлемеші. Атуға айтып тастап кеткем. Менің сабақ оқуым қажет. Бекер ауыртылса. Нервмотип. Үйге кіріңізші, сабақ оқуым керек әлі. Ол ертең сабаққа келмейтін сияқты. Немесе өтірік ауырып жатыр. Білмеймін. Сабағымды орындап тастайыншы. Оқып жатыр. Бұл бірінші бөлім. Ал енді екінші бөлім керек болатын болса, арнаға тіркел, жоғалтып алма. Екінші бөлімді күтіңіздер.